Қарақалпақстанның ең әйемгі һәм сырлы естеліктерінен бірі Гауыр қала. Ол Қожелі районындағы Мыздахан комплексінің Қобла батыс бөлімінде жайласқан болып, оның тарихы ұзақ жылларға барып тақалады. Гауыр қорғаны биік төбешікте жайласқан. Бұл оның атрапындағы аймақтың әжайып көрінісін көру имканиятын береді. Бүгін біз осы естеліктің тарихы хақында сөйлесеміз. Яғни Гауыр қала атамасы қалай келіп шыққан, Гауыр қорғаны қандай қызметті атқарған, барлығына жауап іздейміз. Бұл Айдын Жойбарының жаңа саны. Мен Айгүл, дайын болсаңыз басладық. Гауыр қала шамаменен эрамызға шекемгі 4-ші һәм эрамыздың 3-ші әсірлері аралығында құрылған. Ал айрым мағлұматларға қарағанда Гауыр қала біздің эрамызға шекемгі 4-ші әсірде Ахаманилер династиясының хүкімранлығы дәуірінде құрылғанлығы һәм әйемгі Хорезм мемлекетінің қорғану системасының құрамлық бөлігі болғанлығы айтылады. Сол уақытта қала бекем қорғану имараты сипатында қызмет еткен. Оның 10 метрлік диуаллары екі үлкен басқару орайының қарабаханаларын орап алған. Мүмкін бұл аймақ әйемгі Авесто текстілерінің пайда болған жері болып, оларды Заратуштра жазған. Сол уақытта Гауыр қала зардуштиліктің орайы болып, бұл жерде діни мәресімлер, байрамлар өткерілген һәм сауда алмасу орайы болған. Гауыр қаладан адамлар баспана іздеген һәм товарлар алмасқан. Ол дәуірде болса қала Мазда деп аталар еді. Эрамыздың 1-3 әсірлерінде болса Кушан империясы хүкімдарлығының құрамында болған. Бұл дәуірде болса қалада рауажланған инфраструктура, өнерменшілік һәм ибадатханалар орайлары болған. Айны осы дәуірде болса қала аймағында зардуштилік ибадатханалары һәм өнерменшілік орайлары құрылған. Сондай-ақ бұл жерде ағаш оймашылығы, гүлалшылық һәм металдан һәр түрлі бұйымлар істеу рауажланып барған. Бұнан сқары қала Ұлы Жібек жолының ахметлі орыларынан бірі сипатында қызмет еткен. Кушан империясы сауда-саттық һәм діни еркінлік саясатын жүргізгенлігі себеплі бұл жердегі мәдениетті түрлі халықлардың тәсірі астында рауажланған. Базы бір мағлұматларға қарағанда Гауыр қала иелері шебер архитектура һәм күшлі қорғануға ие экономикалық жақтан рауажланған халықлардан бірі болған. Лабиринтке құсаған имаратларды құру, бірнеше өнер түрлерін рауажландыру һәм көп нәрселерді жаратуға харекет еткен. 7-8 әсірлер Сасанилер һәм түрк қағанлығы дәуірінде Гауыр қорғаны әйемгі Хорезмнің Ахмедлі сауда һәм әскери орындарынан бірі болып қалған. Гауыр қорғаны әйемнен қорғану мақсатында құрылған болып, оның биік диуаллары дұшпанларға қарсы күресуде бекем қорғану вазипасын атқарған. Сол уақытта болса, отырықшы диханшылықпен шұғылданатын халық көшпелілердің шабуылдарынан сақлайтұғын қорғанға мұқтаж еді. Гауыр қорғаны болса, осындай имаратлардан бірі болған. Қала халқының тикарғы жұмысы сауда һәм өнерменшілік болған. Ол Ұлы Жібек жолы бойлап жайласқанлығы себеплі Хинд океанынан келген меруертлер, қымбат бақалы гезлемелер сияқты нәрселер осы жерден табылған. Араплардың келуіне шекем бұл аймақларда зардуштилік талиматындағы халықлар жасап келген. 7-ші әсірде араплар басқыншылығы нәтижесінде бұл аймақта зардуштилік діні өз ахметін жоғалтып, әсте ақырын ислам діні тарқалған. Бұл қаланың құрылысы негізінен мұсылманлардың алдыңғы дәуіріне барып тақалады. Яғни сол уақытта бұл жердегі халық зарастризм дініне сыйынатұғын еді. Ал араб басқыншылары бұл жерге бастырып келгенде жергілікті халық оларға қарсылық көрсетеді. Һәм ислам дінін қабыл етуден бас тартып, өзлерінің ескі дініне, анықрағы зарастризм дініне садық қалады. Соның ұшында араб басқыншылары бұл қорғанға Гауыр қала атамасын берген. Аударма етілгенде болса өзге дінге сыйынушылар, ямаса кәпірлер қаласы деген мәністі аңлатады. Қала халқы ярым асырден артық уақыт давамында басқыншыларға қарсы күрес алып барған. Зардуштилік ибадатханалары уайран етілген, кітаплар өртеп жіберілген.
Ахыр акыбетинде араплар бул аймакты толук ээлеп, ислам динин жергиликтүү халк арасында таркаткан. Араплар тарапынан алып барылган куудалоолор һәм сокулугусууларга карамастан сол дәврдә кала үлкен вайран болмаган. Бирок ол татар-монгол аскерлеринин һүҗүмү нәтижесинде карабаханаларга айланган. Ягъни 13-асырда монголлар Хорезм мамлекетине һүҗүм кылган вакытында Шыңгызхандын баласы Жожи башлыгындагы армия Хорезмшах мамлекетинин ахметли калаларын вайран этеди. Әсіресе монголлар өзлерінің қатты жазалауы һәм қырғын усулу менен тарихқа кірген. Гаур қалада айне монголлар тарапынан бүткүллей вайран етілген қалалардың қатарына кіреді. Монголлардың Хорезмге бастырып кіруі Шыңгызханның өш алу жүрісі сыпатында басланған. Ол хорезмшахлардың монгол елшілерін өлтіруіне жауап ретінде өзінің ең күчлі саркардалары, соның ішінде Жожыны да әскери атланыстарға жіберген. Бұл жүріс давамында Самарқанд, Бухара, Үргенч һәм басқа қалаларға қатты соққы берілген. Гаур қалада монголлар үшін стратегиялық ахметке ие болып, ұзақ уақыт қарсылық көрсеткен болуы мүмкін, бірақ ақырында бүткүллей қиратылған. Монголлар әскери атланыстарында қалаларды бүткүллей жоқ ету һәм халықтың үлкен бөлігін қырып таслау усулын кең қолданған. Бұл усул басқа аймақтарда да қорқыныш оятып, монголларға аз қарсылық көрсетуге мәжбүрлеу үшін қолданылған. Гаур қалаға һүҗүмде осы стратегияның бір бөлімі сыпатында әмелге асырылған болуы мүмкін. Яғни қала халқы оларға дерлік қарсылық көрсетпегеніне қарамастан монгол әскерлері бұл жерді толық вайран еткенлігі хақында да мағлұматлар бар. Бұл жерде адамлардың жасағаны хақындағы соңғы мағлұматлар 13-14 әсірге дұрыс келеді. Гаур қаласы қорғанында археологиялық қазылма жұмыслары алып барылғанда, бұл жерден намазханалар һәм өнерменшілік ұстаханалары болған жасау кварталары табылған. Сол уақытта қаланың аты шахар Антакия деп аталады. Онда керамикалық канализациядан пайдаланған. Бұл жерде цивилизацияның жоғары дәрежеде болғанлығы анық, бірақ қала құм босылғанда еріп кеткен. 14-15 әсірлерге келіп, монголлар басшылығынан кейін бұл жер әсте ақырын тасланды орынға айланған. Бұған тек арғы себеп етіп болса, халықтың бұл аймақты таслап кетуін келтіру мүмкін. Бірақ Тимурилер дәуірінде біраз инфраструктуралардың рауажлануы бақыланған. 14-асыр ақырларында Амир Тимур һәм оның мерасқорлары бұл аймаққа тәсір өткерген. Гаур қала Мыздахан архитектуралық комплексі құрамында аз болса да бұрынғысынан рауажланды. Бірақ бұл дәуірде тек зиярат орны сыпатында ахметін сақлап қалған. Сол уақытта бұл жерде мавзолейлер һәм діни имаратлар құрылған. Бірақ 15 асыр ақырларына келіп, шайбанилер һәм басқа жергілікті хүкімдарлар хүкімранлығы астында бұл аймақ өзінің стратегиялық һәм экономикалық ахметін барған сайын жоғалта баслаған еді. СССР дәуірінде Гаур қаласы бойынша бір қанша археологиялық зерттеулер өткерілген. Мыздахан археологиялық комплексі Хожелі қаласынан 3-4 километр құбыла батыс тарепте жайласқан. Айымғы Мыздахан комплексі түрлі археологиялық объектілерге бөлінеді. Олар Айымғы һәм орта әсірлерге тиеслі Гаур қала, Алтын Орда дәуіріне тиеслі қала кварталлары, қала һәм оның атрапындағы суғару системалары, тұрақжай һәм қожалық объектілерінің қалдықлары, сондай-ақ орта әсірлерден қазіргі күнге шейін пайдаланып келінген қала халқының қойымшылығы. Мыздахан комплексінің ең бірінші құрылысы да Гаур қала екенлігі айтылады. Қалаға тек арғы кіру аркасы болса, Мыздахан қабірстанына қараған. Дәслеп 1928 жылы бұл аймақта зерттеулер алып барылды. Естеліктің топографиялық планы, суреті алынады. Комплекстің хронологиялық уақыты белгіленеді. Кейін ала 1962 жылдан 1965 жылға шейін және археологиялық қазу жұмыслары алып барылған. Бұл уақытта болса Мыздахан аймағынан діни мәресімлерменен байланыслы болған бақалы мағлұматлар табылған. Зерттеуші, соның ішінде Сергей Павлович Толстов бұл жерді зардуштилік діні кең тарқалған аймақлардан бірі деп есаплайды. Себебі бұл жерде зерттеулер давамында ассуарилер, теңгелер, өлілердің сүйеклерін салатығын ыдыслар, соның менен біргелікте ибадатхана қалдықлары табылған.
Зардуштийлик талиматы айне осы жерден басланган деп болжауына және бір себеп сыпатында бұл жерде зардуштийлердің айемгі дахмалары һәм қабір естеліктері табылғанлығын келтіру мүмкін. Сондай-ақ бұл жер ислам дәуірінде де ахметлі діни орай болып қалған. Бұл болса Мыздакхан һәм оның құрамындағы Гаур қаласы тарихи ұзақ уақыт давамында Ахметін сақлап қалғанынан дерек береді. Оны үйрену давамында қорған тек ғана қорғану имараты болған деген жұмаққа келінген. Сондай-ақ оның аймағында хүкімдар ямаса әскери гарнизон басшысы үшін барлық зарур қолайлықларға ие болған саулатлы сарай һәм қалған адамлар үшін тұрақ жай да болғанлығы айтылады. Енді Гаур қорғанының архитектуралық түзілісіне тоқтап өтсек. Мағлұматларға қарағанда айемгі Гаур қала, арк, қала һәм қабірстаннан ібарат болған. Қорған құрамалы архитектураға ие. Гаур қала 4 мешлік формасында құрылған болып, оның диуаллары бәлент һәм беккем. Қорған диуаллары пақса һәм гербіштен құрылған болып, олар өз дәуірінің жоғары дәрежедегі құрылыс технологиясын көрсетеді. Ал айрым мағлұматларда болса, қала тек ылайдан құрылғалығы хақында айтылған. Бұл ылай қай жерден алынған һәм ол осы дәуірге шекем қалай жетіп келген деген сұрау пайда болуы мүмкін. Базы бір әпсаналарға қарағанда ылай бірнеше километр ұзақлықта қолдан қолға тасылған. Яғни ол қолдан қолға өткені сайын ылай пісіп барады һәм бұл жерге тайын болып келеді. Тайын ылайдан болса қаланы құруда пайдаланған. Диуаллар қаланы сыртқы хүжімлерден қорғау үшін қалыңластырылған. Бұнан тысқары бұл қала беккем һәм 2 қабатлы диуаллар менен қоршалған. Мінаралар қаланың һәр бір мүйішінде һәм ахметлі кіру орындарында жайласқан. Улыма есапта 10-нан асла мінара анықланған. Қапылар, текарғы кіру ескілері, шығыс һәм батыс бағдарларда жайласқан. Бұл даруазалардың кеңлігі шамаменен 2,5-3 метр болған. Бұл әскери ямаса сауда жоллары болуы мүмкінлігін аңлатады. Және де даруазалар атрабында қосымша қорғану имаратлары болған. Мінаралар қорғану ямаса бақылау үшін пайдаланылған болып, олардың айырымлары 4,2 метр кеңлікте болған. Ішкі аймақлар халық жасайтығын орынлар, қоймахана, су хауыздары һәм ибадатханалардан ібарат. Бұл жерде пақса һәм гербіштен құрылған диуаллар жақсы сақланып қалған. Бұл жерде жоғары дәрежедегі цивилизация бар болған, бірақ қала уақыттың өтуіменен құм астында жоқ болып кеткен. Гаур қала Хожелі қаласының ең дәслепкі атамаларының бірі болып, сол дәуірлерде Гаур қала, кейін Мыздакхан қала, соңынан болса Антакия деп аталған. Сондай-ақ және бір мағлұматларға қарағанда осындай атпенен аталған және 2 қорған Түркменстанда да жайласқан. Олардың бірі Марида болып, ол біздің эрамызға шекемгі 4-ші әсірде құрылған. Бұл жерде саудагер һәм өнерменділер жасаған. Көптеген адамлар буддизм дініне сыйынған деп есапланады. Екіншісі эрамызға шекемгі 1-ші әсірде төбелік үстінде құрылған. Құрылыс аймақлық жақтан Ташауыз районына қарасылы. Бүгінгі күнде Гаур қала археологиялық естелік сипатында мемлекет қорғауына алынған. Оның айырым бөліклері біраз сақланып қалған болса да, табиғи шараят һәм инсан факторлары себеплі ойран болу қаупі бар. Соның үшін археологиялық қазу жұмыслары менен бір қатарда оның консервациясы һәм реставрациясы бойынша ләжлар әмелге асырылмақта. Гаур қаласы Арал бойы регионындағы ең ахметлі қалалардан бірі болып, оның тарихын үйрену Қарақалпақстан Республикасы һәм айемгі Хорезм мемлекетінің бай тарихын аңлауға үлкен үлес қосады. Қала ұзақ ғасырлар давамында түрлі цивилизациялар тәсірінде болған. Ал оның мәдени қатламлары болса, тарихи процесслерді терең үйренуде ахметлі дерек есапланады. Келешекте бұл естелікті және де зерделеу һәм сақлау бойынша кең көлемлі істер алып барылады деген үміттеміз. Бізде қазірше осы. Бүгінгі таярлаған видеомыз сізге ұнады ма және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Кейінгі салаларымызға шекем, көріскенше.